Сәлем. Сенімен бірге Есен апай. Бүгін біз саған ұбт-да келетін сұрақтың біреуін талқылап көреміз. 1987 жылы қысқа қашықтыққа ұшыратын зымырандарды жою туралы келісімге қол қойған мемлекеттер дейді. А вариантында ақш пен Италия тұр. Бұл жауап бізде қате болады. Бұл жауап бізде неге қате болады? Себебі Италия бұл келісімнің негізгі тараптарының бірі болған жоқ еді. В варианты КСРО мен Франция. КСРО мен Францияда қате. Франция келісімге қатысқан жоқ. Мүлдем бұл келісімде Францияның есі де сезілмейді. С варианты КСРО, Қытай. Бұл жерде де қате болады. КСРО мен Қытай. Өйткені Қытай бұл шартқа қол қойған жоқ. Яғни бұл жердегі дұрыс жауап әрине бізде КСРО мен ақш. 1987 жылы 8 желтоқсанда Вашингтонда КСРО мен ақш арасындағы орта және қысқа қашықтықтағы зымырандарды ұшыруды доғару туралы келісімге қол қояды. Бұл INF шарты деп аталады бізде. Ағылшынша айтқанда NF келісім шарты деп та аталады екен. Бұл қырғи қабақ соғыс кезіндегі маңызды келісімдердің бірі болды. Бұл біздегі дұрыс жауап Д варианты болған екен. Егер менімен бірге нұсқа талдау ұнаса, онда тіркелуді ұмытпа.